Алматы қалайсыздар? Давай қатырақ шапалақ ұрып қойыңыздаршы. Парамен келгендер бар ма? Шапалақ ұрыңыздаршы. Күйеу, әйел, қыз, жігіт болып келгендер. Ассалаумағалейкум, брат. Қалайсыз? Қош келдіңіз. Есіміңіз кім? Дәурен? Дәурен, кіммен келдіңіз? Жұбайыңыз, қызыңыз? Девушка. Вам на русском удобно? Просто мне неудобно. Мына жақта балалар көп па? Қалай? Мама, декретте отқан мамалар деген группаға жіберді ма афиша? Клем балалардың аяқтан шығып жатыр. Или жан жақта жылатып жүрсіз ба? Бір баланы. Девушка, да? Ойбай, орысша. Қызыңыз? Иә, сіз өзіңіз жауап берер, саламатсыз, иә, жанында жалғыз қыз отырсын ғой, бүйтеді маған қызы. Брат, қанша болды жүріп жатқандарыңызға? 8 месяцев, 8 ай болды, иә? Брат, давай, сен әлі ана конфетный периодта жүрсің ғой, иә? Иә, давай, брат, бетек мұнда қанша қыз жігіттер тұрмысқа шықпаған, үйленбеген, соларға мотивация берейік. 3 плюс айтшы, қызбен жүргенін. 3 плюса встречаться с девушкой. Мә, бітті мен оршам. Мягкий зақ қана қалды. Не істеймін деп тұр. Душе спокойно. Бандитсің ба сен? Түрмеде отқандай сөйлесің. Так, душе спокойно. Понимаешь? Чефир можешь налить? Көп орысша сөйлеп қойған жоқ па мен? Ужас! Лимитім бітіп қалмасын осы айға. Второй плюс. Спокойный, душа. Ау? Всегда тепло. Отопление дали. Сегіз ай болды ғой, теплосы несі? Всегда себя чувствуешь счастливым. Как вашу девушку... Қызыңыздың аты кім? Айым, саламатсыз ба? Қалайсыз? Керемет, молодец, қазақша біліп тұр. Керемет деген чудесно ғой, иә? Күшті, иә. Давайте, Айым, сіз 3 плюс айтыңызшы қыздарға мотивация берейік. Тепло дегендер емес енді. Безопасно сезінесің өзіңді. Бірдеме всегда қорғап жүре ма сені? Бірдеме айналса ма, күйеуің, жігітің? Енді бокс бірдеме. Тексеріп көр сен бұны. Безопасность. Точно. Вирус кіркет жүрмейсің. Ойын әзіл. Екінші плюс, безопасность күшті. Екінші плюс. Всегда радовать етеді. Сіздікі бірге. Микс екен, иә? Қазақша, орысша. Күшті. Всегда как радует? Как радует дейсіз? Как? Мен Көкшетаудың баласымын, білем мен орысшамды. Как радует вас? Соңғы рет қандай подарка берді? Өтірігін ашылып қалды, иә? Гүл болды. Күшті ғой гүлдің өзі подарка, иә? Күшті. Үшінші плюс давайте. Бақыттымын. Молодец. Кем работаешь, брат? Кім болып істейсің? Айтишник? Ойбай, бәсе, гүл сыйлап жүрсің ба? Айтишник болып. Андай, зарплата көп па? 500 бар ма? Больше? 700? 900? 920. Все, шапалақ ұрып қояқ, күшті. Ассалаумағалейкум, брат. Қалайсың? Есімің кім, брат? Нұртас. Нұртас, бүгін жұбайыңызбен келдіңіз, иә? Қанша болды үйленгендеріңізге? 11 жыл, шапалақ ұрып қой, 11 жыл. Қазір 11 жылға да таңғалатын болдық бар ғой. Сондай заман болды бар ғой. Братан, мында қаншама қыз жігіттер қарашы, шапалақ ұрмаған, значит, жігіт күйеулер жоқ, я тұрмысқа шықпаған, үйленбеген. Давай сол кісілерге... Не деді? Ойбай деді ма? Не звук шықты? Бала шағам үйде қалды? Сен қуанып айтып отырсың ба? Шүкір Алла, бала шағам үйде қалды. Қазір внимание жетпей отыр ғой, мен сізге недавно шыққан сияқты үйден бар ғой, внимание жетпей. Біреумен сөйлесу керек маған. Ішіме толып қалды, ана бәрін айту керекпін мен.
сізбен сөйлесеміз, иә? Братан, қайда кеттің десін. 3+ айтшы, брат, үйленген қыз жігіттерге мотивация берейік, давай. Мен сіздің аны плюстарын естіп, мен үйленемін дейтін дейді. Адам ойлансын да, сендер сразу күлуге айта алмайды, қара. Жестокийсіңдер ғой, Айта берейін ба? Аха, да, айта берейін. Апай, мен дайынмын, айта берейін ба? Все, братан, айта ба. Бірақ вариантын айтайын, ә? Бірақ вариант айтасың ба? Давай, бірақ вариант болса, четко, красиво, что бәрі шапалақ ұратындай. Бәрі жастар екен, жалғыздық. Тек Құдайға жарасқан, үйлену керек, үй болу керек, көбею керек, өсу. Бата айтып жатсың ба, братан? Күшті, жалғыздық тек Құдайға діни кірді ғой. Қалай выигрышна деді, давай діни деді ғой. Күшті, жалғыздық Құдайға ғана жарасқан, бірақ нәрсе үйленіңдер, үй болыңдар дедім ба, братан, шапалақ ұрып қойып, күшті. Жұбайыңыз, жеңге, давайте сіз 3+ айтыңызшы, қыздарға мотивация берейік. Неге бүйтіп жатсыз? Сіз ғой жаңа қатты шапалақ ұрған. Мен сөйлеседі деп ойлаған жоқпын, бір шапалақ ұр деді бір. Айтпайсыз ба 3+? Все, болды, бақытты болыңыздар, иә. Бүгін залда вообще, мысалы, 20-ға толғандар бар ма? 18 мен 20 аралық, 18-20 бар ма? Мә, азсыңдар ғой сендер. Сонда нешелер отыр мұнда? 25 бар ма? Жандарым, сендер де қартайыпсыңдар ғой, слабый шат. 30 ше, 30. Ой-бай, жандарым. Кәм, осыны күткен сияқты бар ғой. Кәм, 30 дейді қыздар. Дайын отырындар. Подвайт етпейміз, 30. Айтып тұрған, мына же бір группаға таратқан, декретта мамалар, 30-дағылар плюс деген бар ғой. 30-дағы, алда сіздер дұрыс алыпсыздар, 30-дағылар. Көрініп тұрмыз ба, әйтеуір четко. Ана жақтан не дейді? Мәселелерімді киіп жылыма. Әзілдеп жатырмын. Мен 25-темін ғой просто. Визуально бірақ жастымыз. 40 бар ма? 40. Ой-бай. Не істеп жүрсіздер? Паркта қыдырып жүріп келе салдыңыздар ма? 50 жоқ шығар енді, 50. Ой-бай. Сәл кешірді ғой, не дейді, 50 деп жатыр. Ассаламалейкум, брат. Ассаламалейкум. Қатты күліп атқан ше. Ой-бай. Неге ұрдың деп жатыр, танымайсың ба ана қызды? Брат, ассаламалейкум. Қалайсың? Есімің кім? Тимур. Ау? Тимур, қызыңмен келдің ба, или әйелің ба? Әйелің қанша болды үйленгендеріне? 1 жыл. Ойбай, сендер ұрысқан жоқ шығарсыңдар, иә? Андай күшті андай, әлі 2 зубный щетка андай бар ғой, 2 орамал андай бар ғой. Давай кухняда көрейік деп, иә? Ойнайым. Ужас, 30. Фантазиямды айтып қойдым, кешірім сұрайын. 25-тен ғой, үйленбеген ғой әлі. Так, андай қыздар бар ма? Жігіті бар, бірақ бүгін жігітін тастап өздері келген. Қатты тұрдыңдар ғой сендер, сендер полный тастап келген жоқсыңдар ма? Бүгін қанақ па точно? Қалайсыздар қыздар? Саламатсыздар ма? Есімдеріңіз? Ау? Қалай? Тұнық. Күшті. Сіздің есіміңіз? Неше есімің бар сенің? Қайсысы керек? Тұнық емес бір. Ау? Күйеу тастаған санала ма дей ма? Санала береді, бізге өсек болса болды. Неге бәрін көтердіңдер күйеу дегенде? Күйеулер тастап келгендер қанша? Ужас. Сендермен сөйлесуге желание жоқ. Адам үйтіп қуана ма күйеу тастап келгенде? Күйеулерін көрсе бар ғой. Ау? Сендер бір бар ғой, бір 5 жыл ма шықпаған сияқтысыңдар далаға да. Бүгін шығып кәм, қуанып, шапалағыр көрейікші деп кәдімгі күшті, молодцы, күшті. Қош келдіңіздер, өте молодцы, рахмет. Осылай демалып тұрыңыздар, иә? Дұрыс, иә? Қараңыздар.